шоколадный тесто мен сметанный пирогын дайындайтын боламыз. Дәмі өте дәмді және ерекше болып шығады. Бетін кез келгенше сәндесеңіздер болады. Ең алдымен ұнның үстіне қопсытқыш қантымызды, какаомызды салып араластырып аламыз. Одан кейін ерітілген сары майымызды құямыз. Жұмыртқамызды салып, жақсылап тесто илейтін боламыз. Мен жұмыртқамды ұмытып кетіп, соңында қостым, бірақ ештеңе етпейді. Тестоны 10 минутқа демалдырамыз. Қаймақтың үстіне қантымызды, 2 жұмыртқамызды, ванилин және кукурузный крахмалымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Тынған қамырымызды алып, формамызға салып, жақсылап жайып шығатын боламыз. Вилканың көмегімен тесіп ауа қалдырамыз. Салмамызды салып, қызып тұрған 180 градус пеште 40 минуттай пісіреміз. Піскенін ағаш шпажкамен тексеретін боласыздар. Мен бетіне орехпен осындай шоколадты араластырып құйғым келді, бірақ менде шоколадтан қате кетті. Сіздер Қазақстан ба шоколадын таңдаңыздар, жақсы еритін. Пирогымыз өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шықты. Жасап жеп көріңіздер, ас болсын.